сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздердің назарларыңызға математика сабақтарында белсенді әдістерді қолдану презентациясын ұсынамыз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша оқушылар оқу ақпараттарын сабақтың қай кезеңінде қабылдау мүмкіндіктері жоғары болатынын дәлелдеді. Сабақтың алғашқы 1-4 минуттарында 60%, одан кейінгі 5-23 минуттарында 80%, ал сабақтың 23-34 минуттарында 45-60%, және 35-45 минуттарында 6% болатынын атап көрсетеді. Сондықтан, оқушылардың назарын сабақта өтіліп жатқан материалдарға аудару үшін әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануға кеңес береді. Сіздердің назарларыңызға математика сабақтарында пайдаланылатын бірнеше әдістерді ұсынып отырмыз. Тиісті нәтижеге жету жолында тиімді тәсілдерді қолдануда өз көмегін көрсететініне сенімдіміз. Сабақ нәтижелі болу үшін әдіс-тәсілдердің тиімді таңдалуы, оқушының сабақтан алған әсері оқуға қызығушылығын және білімге деген сұранысты арттыруы, сабақ қарқынының оқушыларға қолайлылығы, мұғалім мен оқушы жұмыстарының нәтижелілігі, жұмыс барысында мұғалім мен оқушы арасында тығыз байланыс орнату, әр оқушыға сенім білдіру, мұғалімнің белсенді шығармашылық жұмысты тиімді ұйымдастыруы. Әліпби әдісі. Өтілген материалдарды жүйелеу, ойлауын дамыту, математикалық тілдерін байыту мақсатында өткізіледі. Әліпби әдісінің мазмұны: мұғалім ұғымды таңдайды және оқушыларға технологиялық картаны толтыра отырып, алфавиттің әріптеріне сәйкес басталатын және үйренген ұғымның мәнін ашатын, сөздерді әр жолға маркермен жазуды, меңгерілген ұғымның мәнін ашуды ұсынады. Оқушылар кезектесіп технологиялық картаға өздерінің ұғымдарын жазады, әрбіреуі біреуден бірнешеге дейін жазалады. Оқушының қалауына қарай технологиялық картаға бірнеше рет бара алады. Әр оқушы өзінің ұғымын технологиялық картаға жаза отырып, бәрі еститіндей ауызша айтады. Технологиялық картаны толтыру барлық оқушылар кем дегенде бір рет болса ғана, және технологиялық картада алфавиттің әр әрпіне сөз ұғым жазылғанда ғана бітеді. Аналитикалық кезеңде оқушыларға технологиялық картадан оқылып жатқан ұғымның мәнін көрсететін бірнеше ұғымды таңдау ұсынылады. Топтасу әдісі. Шамалар мен олардың өлшем бірліктері тақырыбында шамалардың өлшем бірліктерін жіктеу мақсатында өткізіледі. Әр оқушыға белгілі бір бекітумен, фактімен, терминмен таратпа қағаз беріледі. Әр оқушы әртүрлі бекітулер алады. Оқушылар олар мәнін түсінетініне көз жеткізу үшін өз бекітулерін оқиды. Кейін сыныпта жүре бастап, басқаларында жазылғанмен салыстырады. Егер оқушылардың екеуі олардың бекітулері арасында байланыс бар деп шешетін болса, бір топқа жиналады. Егер оның бекітуі топтағы басқа екеуінің бекітуімен байланысты болатын болса, тағы бір оқушы топқа қосыла алады. Оқушылар өздерінің тобына ат бере алады, ал содан кейін оны неліктен қалыптастырғанын түсіндіреді. Оқушылар өз топтарын ұсынғанша негізгі қорытындылар тақтаға немесе флипчартқа жазылады. Оқушылар өз таратпа қағаздарын салыстырып, шамалардың өлшем бірліктерін жіктеп, жүргізілген жіктелуге сәйкес топтар құрады. Егер 4 топ құрылса ғана мақсатқа қол жеткізілді деп шешуге болады. Олар массаның өлшемі, уақыттың өлшемі, ұзындықтың өлшемі, ауданның өлшемі. Бинго әдісі. Шамалар және олардың өлшем бірліктері уақыт тақырыбына байланысты уақыттың өлшем бірліктерін ажырата білу
жыл, ай мақсаттарын бекіткенге пайдаланылады. Әр оқушы шаршыларға бөлінген бинго таратпа қағазын алады. Әр шаршы тақырыпқа немесе сабақтың мақсатына қатысты тапсырмаға ие. Оқушылар адамның анықтамасына сәйкесін табады. Олар оған өздерінің қазіргі бекіту туралы қосымша сұрақтарын қойып, таратпа қағазға жаза алады. Бұл кеңейтілген талқылауға ыңғайлы жағдай бола алады. Келесі талқылауда мұғалім оқушылардан олар кеңейтілген талқылау арқылы басқа оқушыдан не қызықты білгендерін немесе естеріне түсіргендерін сұрайды. Оқушылар сыныпта орындарын ауыстырып, сыныптастарын сұрастыра отырып ақпарат жинайды. Егер оқушы керекті ақпараттарды жинап болса, бинго деп айтады. Бинго таратпа қағаздары тақтаға ілінеді. Оқушылар қалаулары бойынша өздерінің ақпараттары туралы айтады, қандай қызықты мәлімет білгендерін және басқалармен сөйлескенде не сезгендерін бөліседі. Ауыспақ әдісі. Сандар мен амалдар көбейту және бөлу тақырыбында көбейту мен бөлу өзара қарама-қарсы амалдар екендігін түсіну, компоненттер, осы амалдардың қорытындылар арасындағы тәуелділікті анықтау, көбейту кестесін білу мақсатында өткізіледі. Мұғалім белгілі бір тақырып, бөлімше, тарау бойынша сұрақтар дайындайды. Оқушылар иә немесе жоқ сөздері бар бір таратпа қағаздан алады. Мұғалім сұрақты оқып, өздерінің таратпа қағаздарына сәйкес жауап беретін оқушыларға орындарымен ауысуды ұсынады. Егер сұраққа иә деп жауап беру керек болса, иә сөзі бар таратпа қағазы бар оқушының орындарымен ауысады. Егер сұрақтың жауабы жоқ болатын болса, жоқ таратпа қағаздары бар оқушылар орындарымен ауысады. Мысалы, бірінші көбейткіш 6, екінші көбейткіш 8, көбейтіндің мәні 56 жауабына келісетін болса, онда иә деген оқушы алдына шығып тұрады. Бөлудің компоненттері бөлінгіш, айырма осыға келісетін болса, пирамида әдісі. Мақсаты өтілген материалдарды жүйелеу немесе есепті шығаруда реттілігін сақтау. Оқушыларға тірек сұраққа қатысты сөздері, сөз тіркестері немесе суреттері бар таратпа қағаздар жиыны ұсынылады. Немесе оқушылар өздері тақтада жазатын сөз тіркестері мен тақырыпқа қатысты тұжырымдамалар ұсынады. Оқушылар тірек сұрақ үшін әр ескерту қаншалықты маңызды екендігін шеше отырып, сөйлемдермен жұмыс жасайды. Ең маңызды факторлар пирамиданың жоғарғы бөлігін құрайды, ал онша маңызды еместері негізін құрайды. Оқиғалардың ретін құру жұмысы ұқсас жүргізіледі. Егер оқушының шешімі басқа оқушылардың шешімдерімен сәйкес келмесе, ол өз ойын қорғай отырып, өзінің шешімін түсіндіреді. Математика сабағында әдісті қолданудың мысалдары: есептер және математикалық үлгі. Есептің шығарылуының алгоритмін көрсету мақсатында жүргізіледі. Оқушыларға есепті қалай шығарады деген ескерту құру ұсынылады. Оқушылар тапсырма бойынша реті сақталмай тақтада жазылатынына өз ұсыныстарын енгізеді. Кейін алгоритм құрылады. Есептерді шығару бойынша ескертулер жұмыс пирамида түрінде рәсімделеді. Жұмыстың ұсынылуы: оқушылармен ұсынылған есептерді шығарудың мүмкін алгоритмі. Есепті оқу, есепте кім немесе не туралы айтылғанын анықта, есептегі тірек сөздерді тап, қысқаша жазбада сурет, сызба, диаграмма, график ретінде рәсімделуі мүмкін. Домино әдісі. Өткен материалдарды қайталау, есептеу дағдыларын дамыту мақсатында өткізіледі. Мұғалім тапсырмалар жазылған таратпа қағаздарды дайындайды. Таратпа қағаздары 2 бөліктен тұрады. Әр таратпа қағаздың оң жақ бөлігінде өрнек, сұрақ, түсініктеме,
Сол жағында өрнектің мәні, сұрақтың жауабы, түсініктеменің анықтамасы. Геометриялық фигуралар және олардың түрлері. Геометриялық фигуралар. Мақсат геометриялық фигуралар танып атау, нүкте, түзу, қисық, сынық сызық, тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар, кесінді, сәуле, бұрыш. Мұғалім геометриялық фигуралар бар таратпа қағаздар дайындайды. Оқушылар 4-5 адам бойынша топтарға бөлінеді. Әр топ бірдей таратпа қағаздар жиынын алады. Топтағы әр оқушы 2 таратпа қағаздан алады. Кез келген оқушы өзінің таратпа қағазын түсіндіре отырып, партаға қояды. Бұл таратпа қағаз бірінші болғандықтан сол жағына назар аудармайды. Өйткені ол соңғы таратпа қағазға жауап болып келеді. Мысалы, оқушы таратпа қағазды қойып, түзу сызық. Түзу сызықтың басы мен аяғы болмайды. Оны сызғыш арқылы сызуға болады деп айтады. Сол жағында түзудің суреті болатын таратпа қағазы бар келесі оқушы өзінің қағазын қойып түсіндіреді. Қисық бұл сызғышсыз сызуға болатын бір қалыпты бүгілетін сызық. Қисық сызық бұл жолдың бұрылысы, төбешіктің сызығы, желпілдеген жолақ және тағы басқа жауаптар болуы мүмкін. Блум текшесі әдісі. Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі. Тікбұрышты үшбұрыш тақырыптарын өткенде, бұрыштар тікбұрыштың шаршының, тікбұрышты үшбұрыштың негізгі белгілері туралы білімді бекіту және қайталау, тікбұрыш, шаршы, үшбұрыш периметрлерін табу мақсатында пайдаланылады. Оқушылар 5-6 адамнан топтарға бөлінеді. Мұғалім сабақтың тақырыбын және сабақта талқылайтын сұрақтарды дайындайды. Сөйлеуші текшені лақтырады, ал оқушылар топтың мүшелері кезекпен шегінде жазылған сөзге басталатын тақырыптың сұрағына жауап береді. Сипатта заттың формасын, түсін, көлемін немесе құбылыстың атауын атау қажет. Салыстыр өздеріне таныс заттар немесе үрдістердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көрсету қажет. Ассоциацияны ұсын, нысан немесе құбылыстың немен ассоциацияланатын атауы қажет. Талдап көр, заттың неден жасалғанын, қалай жасалғанын айтып береді. Қолдан, затты қалай қолдануға болатынын көрсетеді. Баға бер, қарастырылып отырған заттың артықшылығы мен кемшіліктерін айтып шығады. Егер жауап толық болмаса, онда сыныптастары оны толықтыруларына және түзетулеріне болады. Сәулетшілер әдісі. Меңгерген материалдар мазмұнына сұрыптама жасау мақсатында өткізіледі. Оқушылардың жұмысы жұптар мен топтарда ұйымдастырылады. Әр топ тірек терминінің аты жазылған таратпа қағазды және негізгі сұраққа қатысты сөздер, сөз тіркестері немесе суреттер жазылған таратпа қағаздарды алады. Оқушылар өздерінің идеяларын параққа немесе стикерге жазады да, оларды қабырғаларды құру үшін қолданады. Топ өзінің жеке қабырғасын құрады. Кейін, егер олар басқа топтардың шешімдеріне қарсы келетін болса, топтар осы нәтижелерге қалай келгендігі әсерлерімен өз шешімдерін түсіндіре отырып бөліседі. Оқушылар өз топтарын ұсынғанша негізгі нәтижелер тақтада немесе флипчартқа жазылуы мүмкін. Математика сабағында әдістерді қолданудың мысалдары, геометриялық фигуралар және олардың түрлері. Геометриялық фигураларды математикалық тілмен сипаттауда оларды түрлерге бөлу мақсатында өткізіледі. Әр топқа таратпа қағаз беріледі. Таратпа қағаздарда геометриялық фигуралардың аттары жазылған тік 4 бұрыш, 3 бұрыш деген жазулар беріледі. Оқушылар қабырғалар құрады. Ол қабырғаларға тірек сөздердің, суреттердің көмегімен фигураларды сипаттап, олардың қабырғаларын құрастырады. Көршілерді ата әдісі. 100-ге дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну,
100 көлемдегі сандарды тура және кері санау, натурал сандар қатарындағы орын анықтау оқу мақсатын меңгертуде жүргізіледі. Ойыншылар шеңбер бойымен отырады. Жүргізуші допты балаға лақтырып, 2 таңбалы сандарды атайды. Допты қағып алған ойыншы сол санның көршісін атауы тиіс. Демек, аталған саннан бірге артық не кем санды. Содан кейін ол допты қайтадан жүргізушіге лақтырады. Осылай ойын жалғасын табады. Иә, жоқ, динамикалық үзілісі. Бұрыш түрлерін бір-бірінен ажырату және атау белгілері бойынша анықтау оқу мақсатын жүргізген кезде пайдаланылады. Оқушылар егер берілген тапсырмаға иә деп жауап беретін болса, онда олар секіреді. Егер тапсырмаға жоқ деген жауап беретін болса, олар орындарына отырады. Мысалы, нүкте арқылы тек бір сызық жүргізуге болады. Жоқ деген жауаптың орнына олар орындарына отырады. Тік бұрыш тұйықталмаған сынық сызық иә деген жауап беретін болса, оқушылар орнынан секіреді. Өзің жаса әдісі. Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу кестесін құру, білу және қолдану, 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту кестесін құру, білу және қолдану оқу мақсаттарын меңгерту барысында өткізіледі. Бұл әдіс жұпта өткізіледі. Көбейту кестесін меңгеру мақсатында өз қолымен білезік жасайды. Мұғалім оқушылардың білектеріне шақтап, 10 бөлікке бөлінген үлгідегідей ақ парақты жолақшаларды таратып береді. Бірінші оқушыға 4 санның көбейту кестесі, екінші оқушыға 4 санның бөлу кестесі жазылған білезіктер таратылады. Бірінші оқушы 4 санына көбейту кестесін көрсетеді, екінші оқушы бөлу кестесімен тексереді. Келесіде оқушылар білезіктерін ауыстырып, әрі қарай жалғастырады. Шетелдік әдісі. 2 таңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау разрядтық қосылғыштар қосындысына жіктеу мақсатында өткізіледі. Әдістің мазмұны: бір ойыншы ойлаған санның разрядтық құрамын екінші ойыншыға шартты белгілердің көмегімен көрсетеді. Егер алақанның қырын үстелдің үстіне тигізсе, бұл қимыл бірлікті, алақанның ішкі жағын тигізсе, ондықты білдіретінін ескертеді. Көрінеді, көрінбейді әдісі. Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу кестесін құру, білу және қолдану, 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту кестесін құру, білу және қолдану оқу мақсатын меңгерту барысында өткізіледі. Әдістің мазмұны: тақтаға алдын ала дайындалған әртүрлі түстермен, үлкен және кішкентай шрифтпен сандар плакатқа жазылып ілінеді. Белгіленген уақыт өткеннен кейін плакат алынады, ал топтар естеріне сақтаған сандарды жазып алады. Кейін өздерінің жазбаларымен алмасады да, тақтада ілінген плакатпен салыстырады. Түзетулер басқа түсті қаламмен енгізіледі. Елшілер әдісі. Математикалық тілді дамыта отырып, өзара байланыс құру мақсатында жүргізіледі. Елшілер әдісі өткізу мазмұны: сынып оқушылары шағын топқа бірігеді, барлық топқа бірдей тапсырмалар беріледі. Берілген тапсырмаларды орындап болғаннан кейін, топтың бір адамы елші болып сайланады да, тапсырманы орындап болған соң, жаңа топтың ойын, бір шешімге келгенін немесе жетістікке жеткенін білу үшін басқа топқа барады. Әр топ елшіге тапсырманың орындалу алгоритмін математикалық тілмен түсіндіріп берулері керек. Бұдан кейін елші өз тобына қайтып оралып, өз тапсырмаларының дұрыстығына көз жеткізеді. Сондай-ақ бұл әдіс елшінің математикалық тілді
қолдана білу шеберлігін дамытады. Тікелей радиоэфир әдісі. 2 немесе 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу, оқу мақсатын меңгерту барысында қолданылады. Радио жүргізуші, қонақтар және аудитория қатыса алады. Радио жүргізуші мұғалім, қонақтарға оқушылар таңдалып алынады, ал қалған оқушылар аудитория болады. Радио жүргізушісі талқыланатын тақырыпты таңдайды. Студия қонақтарына тапсырмалар беріліп, олар сол тапсырмаларды орындайды және жауаптарын интервью беру арқылы түсіндіреді. Тыңдаушылар аудиториясы баға береді, сұрақ қою үшін қоңырау шалады. Музыка мен қозғал әдісі. 2 амалдан артық жақшалы және жақшасыз санды өрнектерді салыстыру оқу мақсатын меңгерту барысында жүргізіледі. Музыка мен қозғал әдісінің мазмұны. Тақтаға қимылдар жазылған плакат ілінеді. Қимылдардың тұсына өрнектердің мәні болатын сандар жазылады. Өрнектер оқылады да, оқушылар мәніне сәйкес сандардың тұсындағы қимылдарды жасайды. Аяқпен топырлатамыз, қолдарымызбен шапалақтаймыз, басымызды изейміз, қолдарымызды көтереміз, қолдарымызды жан жағымызға қоямыз, айналамыз, артқа қарай жүреміз. Сахналау әдісі. Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді шешу оқу мақсатын меңгерту барысында жүргізіледі. Коммуникативті дағдыларды, өнерлі ойлауды, түсініктерді өнерлі қолдануды дамытады. Сахналау әдісі мұғалім алдын ала оқушылар басына киетін бас киім дайындайды. Оған қосу мен азайтудың, көбейту мен бөлудің компоненттері жазылады. Сынып топтарға бірігіп, бас киімде жазылған компонентті қатыстырып, теңдеу құрастырады. Ол оқушылардың фантазиясына байланысты. Егер ертегі құрастыруы да мүмкін. Топ компонентті қалай табу жолын әңгімелеп, сахналап көрсетулері керек. Сахналау әдісі арқылы теңдеуді шешу жолдарындағы кездескен қиындықтарды жеңуге көмектеседі.